Сәлем оқырман, Сәуленің арнасына қош келдің. Арнама тіркеліп, лайк басып, қолдауды ұмытпа. Мен бүгінгі видеода бауыр не, бауырдың ісінуі, жалпы бауырды халық медицинасына қалай емдейміз, сол жайлы айтатын боламын. Ендеше видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Бауыр ең үлкен ас қорыту безі. Омыртқасыз жануарларда бауыр ас қорыту және қоректі сіңіру процестеріне қатынасады. Сондай-ақ онда май, көмірсу жиналады. Омыртқасыздардың бауырын кейде бауыр ұйқы безі де атайды. Себебі ол омыртқалы жануарлар мен адамның ұйқы безі бөлінетін затқа ұқсас зат шығарады. Оның ересек адамдарда орташа салмағы 1,5-2 килограмм. Ауырса, денеміздегі қанның қызыл түйіршіктерін, өтті шығаратын жұлынның жұмысын қамтамасыз ететін маңызды орган. Жылу қуатының көзі B12 және Д дәрумендерін құраушы болып саналатын бауырдың ауруға шалдығуы бүкіл ағзаның жағдайын айрықша әсер етеді. Бауыр ағзаның басты сүзгісі. Ол шлактанған кезде ыдырау өнімдерін буындардың, терінің, тамырлардың және де басқа да дені сау мүшелердің түндеріне жинақтала бастайды да ауру туғызады. Сол себепті көбінесе бауырды емдеген кезде буындар ауруын қояды. Бауыр зор қосалқы мүмкіндіктері бар орган болғандықтан бауырдың кез келген зақымдануы әдетте шлактанудан бастап елеулі ауруларға дейін симптомдарсыз, яғни әсерсіз ағымда болады. Бауырдың шлактанғанын көрсететін алғашқы белгілері: жиі бас ауруы, түндегі ұйқысыздық, күндізгі ұйқышылдық, майлы, ащы немесе қалбырланған ас ішкеннен кейін оң жақ қабырғаның астындағы тартатын әлсіз ауырсыну, тәбетсіздік, бауырдың ісінуі. Ол тосын және созылмалы болады. Бауыр тосыннан ісінгенде, бауыр аумағына күш түскенде, түшкіргенде, жөтелгенде ол қатты шаншып ауырады да несеп күреңденеді, талақ ісінеді. Бауыр тосыннан ісінген адам көбінесе шөп түстес құсады, қызуы көтеріледі. Адам сарғайып, қанның іруін ауыр жағдайына ұшырай бастайды. Бауыр мұндай сырқатқа да тап болғандықтан оны өздігінен емдеу әрине қиын әрі қатерлі. Бауырдың тосыннан ісінгенін емдеуде дәрігердің кеңесі қажет. Бауыр созылмалы ісінгенде жоғарыдағы құбылыстар анағұрлым баяу, қауіп-қатері төмендеу, қанның іруі де кездеспейді. Мұндай жағдайға душар болғанда диета сақтап, былай емделеді. Майлы тағамдарды, қантты, крахмалды заттарды аздап жейді. Оны уақытша жемей қойса, тіпті жақсы. Бұл дерттен толық айыққанша ас бұршақты, фасоль мен боб тағамдарын, қырыққабатты, маринадталған және қуырылған тамақты мүлдем жемейді. Спиртті ішімдіктерден біржолата аулақ болады. Көкөніс пен жемісті, бананнан басқасын жейді. Бұл кезде құлпынай мен бүлдірген және барлық сүт тағамдары өте пайдалы. Бауыр созылмалы ісінгенде оң жақ қабырғаның астыңғы жағын жылы мен булаған, әсіресе қабығы мен қайнатылып жұмсарған картопты басқан дұрыс. Немесе бұл жерге құрғақ банкі басады. Жалпы бауыр ауруының белгілері: қайсы бір жұмыстан қажып, шаршап, ұйқышылдық, ауызға келмек дәмнің келуі, көкіректің қыжылдауы, бауыр төңірегінің ауыр тартуы. Халық емімен бауырды сауықтыру. Халық емшілері, мамандар бауыр ауыратын адамдарға емдәм ұстануға, оны мынандай тәсілдермен сауықтыруға ақыл кеңес береді. Жүгері собығының шашақтары мен жас жапырақтарын суға қосып шамамен 15 минут қайнатып, бұл қоспаны күні бойы 2 кеседен ішу керек. Күніне 1 рет қызылша мен шалқаннан, яғни редка теңдей етіп 1 стакан шырынды, күніне 1 кесе қайың шырынын, күніне 2-3 кеседен далалық салаубас бесмертик гүлінің тұнбасын, күніне 2-3 кеседен орман бүлдіргеннің жапырақтары мен сабақтарынан жасалған тұнбаны ішкен дұрыс. Дәрі, бақпақ,
яғни одуванчик тамырының 1 шай қасығын 1,5 стакан суда демдеп 5 минут қайнатады. Шай сияқты ішеді. Ыдысқа 1 қабат бақбақ гүлдерін салып, оның үстіне 1 қабат құмшекер салады. Оның үстіне ауыр затпен 1-2 апта бастырып қояды. Тосап орнына пайдалану керек. Сусын тамыр, сикури тамыры, дала қырықбуыны, хвощ полевая шөбі, мыңжапырақ, тысячалетник шөбі, шайқурай, зверобой шөбі әрқайсынан 1 ас қасықтан алады. Осы қоспаның 1 ас қасығын ыдысқа салып, 1 стакан қайнап тұрған су құяды. 30 минут тоңдырады. Күніне 2-3 рет тамақ ішер алдында 15-20 минут бұрын 3-4 стаканнан ішеді. 1 килограмм балға 1 килограмм қарақат, яғни черная смородина араластырады. Күніне 3-4 рет 1 шай қасықтан ішеді. Шай шөп, зверовой шөбі мен түймешетен пижма гүлдері, мыңжапырақ шөбі, дәрі түймедақ, ромашка гүлдері, шоңайна, лопух большой тамыры, итмұрын, шиповник жемістері, шалфей шөбі, аңдыз, девиасил тамыры, қызылтаспа, таран, горес птичий шөбі, үштармақ, итшоған, череда, трехраздельная шөбі әрқайсысынан 10 грамм алады. Осы қоспаның 1 ас қасығын жарты литр қайнаған суға тұндырады. Күніне 3 рет тамақ ішер алдында 30 минут 1,3-1,2 стаканнан ішеді. 1 ас қасық қаймаққа қайыңның қара майының дегот 1 тамшысын тамызып ішеді де, артынан 1 қасық бал ішіп жібереді. Бірінші күні қара майдың 1 тамшысын, екінші күні 2 тамшысын, үшінші күні 3 тамшысын қосады. Осылай 10 күнде 10 тамшыға жеткізеді. Содан соң кері қарай майдың мөлшерін азайтып ішеді. Балалар үшін бұл мөлшер 2 есе аз болу керек. Одан кейін 1 апта үзіліс жасайды. Бауырдың қатерлі ісігінде. Бауырда қатерлі ісігі бар адамның ерекше күтініп жүргені жөн. Өйткені күйзеліс, қатты шаршау, ұрыс керісіңді жүйкеге, ағзаға жағымсыз салмақ түсіретін жайттар дертті асқындырып, ісікті қатерлі түріне айналдыруы мүмкін. Денсаулығын ойлаған адам ісік кішкентай кезінде тезірек маман дәрігерге қаралып, тиісті ем-домын үзбей алуы керек. Бұл жерде дәрігердің айтқанын бұлжытпай орындау өте маңызды. Ал операциядан қорықпау керек. Дәрігерлер науқастың бауыр тінінің кішкене бөлігін алып тексеріп көреді. Сөйтіп, қауіпті ісіктің клеткаларын анықтайды. Науқастың қалай және қанша уақыт емделу керектігін соған байланысты шешіледі. Дәрілерді де дер кезінде қабылдаса, ісік клетчикалары өсуін тоқтатады. Егер ісік бауырда болса, оны отамен алып тастауға қорықпаса да болады. Себебі бауыр қайтадан қалпына келеді. Шылымның бауырға зияны. Шылым шегетін адамның ағзасына никотин смолаларымен бірге құрамында стронций элементінің ми, жүрек, қан қызметінің бұзылуына тікелей әсер ететін тұздарды баратынын мәлім. Қытай зерттеушілерінің соңғы 30 жылда жүргізілген ғылыми жұмыстардың нәтижесінде шылым шегетін адамның бауыры шылым шекпейтін адамға қарағанда 7 есе артық қызмет атқаратыны анықталып отыр. Яғни, бұл бауыр қызметінің мүмкіндігін 7 есе қысқартады деген сөз. Олай болса, шылым шегіп, бауырыңызды зақымдап, өмір жасыңызды қысқартқыңыз келмесе, темекіден аулақ жүріңіз. Бауырға пайдалы жеміс-жидек тағамдар. Шомыр. Адам бауыр циррозымен ауырғанда оған әртүрлі дәрі-дәрмектердің шипа болмауы мүмкін. Мұндай жағдайда халық медицинасы шомырды емге қолдануға кеңес береді. Өйткені бауыр циррозы мен холециститке өт жолы кеселі, яғни кәдімгі шомыр тұрып деп те аталады редко, өте пайдалы. Ол өт пен асқазан шырынының бөлінуін реттеп, ас қорытуды оңдайды. Алайда жүгері мен ұлтабары ауырып, асқазанда жоғары қышқылды гастрит жарасы барларға жақпайды. Сондықтан бауыр циррозына басқадай дәрілік өсімдіктері де қолдана береді. Дайындау тәсілі: 10 грамм қой сүйілі атталық және аналық қалақай жапырағы, 20 грамм итмұрын, яғни шиповник, 20 грамм бидай пырей тамыры қосындысының 1 ас қасығын 1 стакан суға салып, 10-15 минут қайнатады. 10 минуттан кейін сүзеді. Кеселден айыққанша
күн сайын 1 стаканнан 2 мезгіл ішеді. Балды әсіресе бауыры және өт жолы ауыратын адамдар көбірек тұтынады. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, творог, сәбізге, лимон шырынына қосып жеген дұрыс. Кейде тұрыптың ішін үңгіп, оған балды толтырып қойып, 3-4 сағаттан соң дайын болған шырынды өт жолы ауыратын ересек адамға ас қасықпен, ал балаға шай қасықпен күніне 2-3 рет беру керек. Мұндай әдіс өт жолы мен бүйрекке құм тас жинаудан сақтайды. Сондай-ақ 1 стакан сәл жылытылған минерал суына 1 ас қасық бал қосып, оны аш қарынға ішіп, 1,5 не 2 сағаттай қырыннан жатып, бауырға аса ыстық емес грелка басқан жөн. Сонда бауырда жиналып қалған өттің асқазанға қарай ағып өтіп, бауырдың жеңілдеуіне әсер етеді. Грек жаңғағы. Ежелден бері оны халық медицинасында аурулардың кең көлемін, әсіресе асқазан, ішек тракті мен бауырдың ауруларын емдеу, алдын алу үшін қолданып келеді. Көк грек жаңғағының биологиялық белсенді құрауыштарының бірегей әсерінің механизмі олардың бауырды тиімді әрі қауіпсіз тазартуға септестігін және зақымданған клеткаларды қалпына келтіру сипатына ие екендігі. Грек жаңғағы жалпы нығайтқыш, қабынысқа қарсы, жара бітіргіш, бактерицидтік және қан тазартқыш сипаттарға өт айдағыш әсері бар. Бауырды патологиялық әсерлерден қорғауды қамтамасыз етеді. Грек жаңғағы асқазан спазмдары мен бауыр шаншуларын жақсы басады. Сұлы. Бауыр ауырғанда сұлыдан қайнатпа жасап ішеді. Оның жасалу жолдары былай. Жуылған сұлыдан 2 ас қасық алады. Оған 2 стакан қайнаған су құйып, 10 минут әлсіз отта қайнатады. Сосын оның 150 грамын сүзіп алады да жылыдай аш қарынға ішеді. Алдын ала қырмызгүл, календула тұндырмасынан 15 тамшы қосатындар да бар. Сөйтіп, қалған сұлы мен суда тағы да 20-30 минут пісіреді. Содан соң 2 сағат тұндырып қояды да сүзіп алып, соның 150 грамын тамақтың алдында ішеді. Бауыр өтіндегі тасты шығару. Өт бөлу жүйесіне тән аурулардың белгілері тез шаршау, ашуланшақтық, асқа тәбеттің нашарлауы, ауыз қуысының күйіп ашуы, кекіру, жүректің айнып лоқсу, құсу. Халық медицинасында өттегі тастан арылу үшін 7 түрлі шөптен жасалатын дәріні қабылдауды ұсынады. Ол былай жасалады. Емдік шөпті жасау үшін бұрышты жалбыз, яғни мята перечная, үйкілі қалақай, крапива, дәрілік түймедақ, итмұрын, шиповник жемісі, танап қырықбуыны, хвощ полевой, өлмес шөп, бессмертник және спорш шөбі қажет. Осы шөптердің барлығынан 1 ас қасықтан алып, үстіне 7 стакан су құйып, баяу отта 10 минуттай қайнатады. Қолданар алдында суытады. Емдеу курсы шамамен 3 ай. Арасында 10 күнде үзіліс жасайды. Бұл емдік шөпті пайдаланғанда 1-2 стакан мөлшерінде күніне 3-4 рет тамақтанар алдынан 30 минут бұрын ішкен айтады. Дәрігерлер өт айдайтын емдік шайларды ішуге ұсыныс жасай бермейді. Сол себепті дәрігерлер мен кеңесі барып емдік шөпті пайдаланған жөн. Дәрілердің бауырға шипасы. Бөрікгүл жапырақтарының экстракты. Бөрікгүл өт түзуді жандандырады, бауырдан токсиндерді шығарады. Алкогольдің бауырға оты әсерін азайтады. Қандағы несепнәр мен холестериннің деңгейін төмендетеді. Атеросклероздың дамуын алдын алады. Бөрікгүлдің экстракты қуатты. Гепатопроктер, яғни оның құрамында бар белсенді заттектер бауырдың клеткаларын токсиндердің әсерінен қорғайды. Ағзада шлактарды, ауыр металдарының тұздары мен басқа зиянды заттектерді шығаруға жәрдемдеседі. Осылайша бауырға әсер ете отырып экстракт ағзаның тіндерінен оның тіршілік өнімдерін шығаруды жандандырады. Зәр айдағыш әсер етеді. Шұбар алатікен экстракты. Ол бауырдың қызметін жақсартуға арналған құнды құрал болып табылады. Алатікеннің негізі әсер етуші заттектері флавонолигнандар, силибин болып табылады. Олар бауырдың тіндері зиян әсерлерден қорғайды және оларды қалпына келтіруге жәрдемдеседі. Өт түзуді және шығаруды күшейтеді. Асқазан ішек трактының
секреторлық және қимылдың міндеттерін қалыптастырады. аллатыкеннің экстракты бауырдың гепатит, цирроз, уыттық зақымдар, көкбауырдың ауруларын емдеу кезінде, өт қуығының тастары кезінде қосалқы құрал ретінде тиімді. аллатыкен бауырға екі тәсілмен ықпал етеді. Біріншіден, ол клеткалардың жағақтарды нығайтады, екіншіден, белок синтезін жандандырып, жаңа тіндердің түзілуіне көмектеседі. Нәтижесінде өт өндіру ұлғаяды. Егер бауыр қалыпты жұмыс істесе, онда ағзаның бүкіл иммундық жүйесі қолдауға ие болады. Сол себепті бауырға бекем болайық ағайын. Сіздермен болған Сәуле, назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларға дейін сау, саламат болыңыздар.